Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз методикадан сәуір айында келген 20 нұсқаның біреуін талдайтын боламыз. Квиз арқылы бұл арада қазір қате кетуі мүмкін, бірақ бірге көрейік. Басталды. Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ дейді. Сынақтан өткізу, сапаны арттыру. Келесі сұрақ. Оқушы жауап берген соң кідіріс жасау қажеттігі. Оқушы жауап берген нақтылы мүмкіндік алды. Оқыланды сәріктің меңгеру мүмкіндік алатын шығар. Дұрыс екен. Педагогиканы оқыту әдістемесін зерттеу нысаны дейді. Педагогиканың үдерісі сынақтан өткізу. Жаңа материалды өткен материалмен байланыстыруды талап ететін дидактикалық принцип бірізділік, танымдық бірізділік. Оқушыға өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырма орындау барысында оқушыға бағдар беретін сұрақ. Сынақтан өткізу, зерттеу дейді. Сынақтан өткізу болады. Дұрыс екен. Ұжым тәрбие субъектісі ретінде тұлғаның дамуына бағытталады. Тәрбиенің дамудың бірлігі және өзара байланыстығы тұлғаның дамуына бағытталады екен. Тәрбие жұмысының заңдылықтары тәрбиенің дамудың бірлігі және өзара байланыстығы тұлғаның дамуына бағытталады дейді. Дұрыс. Оқушының оқудағы шынайы жетістігінің көрсеткіші білім біліп, оқу танымдық серіктің меңгеру үшін оқушылардың анағұрлым толық жауап беріп, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін тапсырма орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі. Сынақтан өткізу. Келесі сұрақ қойылғаннан кейін кідіріспен қатар оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттігі. Оқушы жауап зерттеуге нақтылы мүмкіндік алды. Мүмкіндік алады. 50-50 дейді. 10 сұраққа келгенде 10 сұрақ қалды. Ұжым тәрбие субъектісі ретінде тұлғаның дамуына бағытталады. Бағана келген сұрақ қате жауап. Тәрбиелену үшін қоғамдық мораль талаптарына сай, санасына, сезіміне, әдет қылығына, мақсат бағытына жүйелі түрде ықпал ету адамгершілік тәрбиесі, психологиялық тәрбие. Адамгершілік тәрбиесі екен. Оқытудың түсініктілік принципі өткізетін материалдың мазмұны оқушылардың мазмұнына сәйкес келуін талап етеді. Тәрбиенің бірлігі және байланыстылығы талап етеді екен. Сұрақ оқушылардың анағұрлым толық жауап берген идеяны дамыту сұрақ тәсілі. Оқушылардың білім алуын қадағалау үшін пайдаланылатын сынақтан өткізу сұрақ қою. Мысалы, өз ойыңды дәлелдей келтіру мысалы бар ма, көмектесе алатындар бар ма? Әрине, өз ойыңызды дәлелдейтін мысал бар ма? Мысал келтіре аласыз ба деп біз сынақтан өткіземіз. Белгілер қасиеттері қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушінің сезіміне, мінез-құлқына ықпал ету амалдары. Тәрбие әдісі. Келесі сұрақ оқушылардың анағұрлым толық жауап берген өз ойларын анық білдіруге атауына көмектесетін сұрақ сынақтан өткізу. Келесі сұрақ оқу үдерісінің тиімділігін анықтайтын факттар балалардың түсінуі дейді. Келесі сұрақ баланың білімді білік және өз бетінше әрекет ету мүмкіндігін дамытуға айтылатын бөліншектенетін уақытша
şeyler. Kelesi sırak okuşunun okudağışına geçtiğini görsetkişi. İş hareketini mengeriyor. 20. sırak soňgusy sırak koýup sapany artdyryp